시간아 10, 9, 8 달려봐 10, 9, 8, 7, 6 내게로 5, 4, 3 빠져봐 5, 4, 3, 2, 1 touchdown Bugün sizlerle birge Enziz kanalı yani men bugün sizlerle sömkemde ne var esinlikle nasıl basayım bolamız alında kettir. Bu menin yani sömkem sırtqı bölmesi birinci bölçekten екінші үшінші bölçekten тұрады. Бұл сөмкені таңдаған себебім бұл жерде коронаның не заты бар, және де бұл жерде кожаный, менің кожаный заттарым өте қатты жақсы көргеннен кейін осындай заттар бар. Енді бұл жерде жаңа өзімнің DIY-ым J деген әріп бар, жүрекше өзімнің К деген әріпім осындай сөмке. Және де сіздерге осы сөмкемнің қазір ішінде не бар екенін көрсетемін. Ya dostlar, men sizlarga sömkemda ne var ekanini ko'rsatayin deb жатырмын. Ашайын. Оның ең бірінші бөлімінде яғни негізі кітаптар салатын жерде менің өзімнің керемет ойыншығым бар. Оның да аты Гуля, негізі айтқанда. Және де мен өзіме шын кітаптарын алып жүремін, себебі маған керек осы шын кітаптан көру негізі қалың кітаптан көру осылар жақсырақ. Ал енді келесінде мен пеналдарым бар. Алдындағы сіздерге көрсеткен DIY. Оны көріңіздер. Және ссылкасы описаниеде тұрады. Және де менде артық қаламдар бар. Сызғыш, кетіргіш, қандай заттар оның ішінде көп. Содан кейін оның ішінде өзімнің күнделігім қандай. Тағы өзімен бірге таяқ алып жүремін, себебі менің шашым қалың болғаннан кейін. Өзімен бірге стикерлерді алып жүремін, бізде себебі ашық сабақтар өте көп болады. Сондықтан да стикерлермен біз өте көп жұмыс істейміз. Және де А4 қағаздармен де өте көп жұмыс істейміз. Одан кейін циркул, бұл бізге геометрия тағы басқа сабақтарды керек. Сондықтан да мен циркулды өзімен бірге әрдайым алып жүремін. Содан кейін сіздер кітаптарды қайда деп жатсаңыздар, ол барлық сөмкеде кітаптар болады. Менде 6 кітаптан да көп кітаптар болады, негізі сөмкемде. Ал енді оның екінші бөліміне келетін болсақ, екінші бөлім осындай. Оның ішінде өте көптеген секреттер жатыр. Және де бұл жерде мен брелокты өзімнің DIY-ымды тағып қойған болатын, бірақ оны әлі түсірген жоқпын. Ал енді екінші жағына көшейік. Екінші жағында менде бұндай осындай бір калькулятор бар. Бұны маған сыйлыққа берген еді. Осы топтың мүшесі Айко маған сыйлыққа берді. Және де бұл жерде дәптерлер, артық дәптерлер және менің жеке күнделігім бар. Және де мен өзіммен бірге осындай бір стресс, тағы басқа заттар болып жатқан кезде мен осындай бір кітапты алып өзіммен бірге жүремін. Себебі бұның ішінде өзіңізге пайдалы көптеген пайдалы кеңестер өте көп. Сіздерге де осындай кітаптарды алып жүруіңізге кеңес беремін. Және оның ішінде осындай бір көптеген дәптерлер бар. Енді үшінші бөлік, ол ең кішкентай бөлік. Және де бұның ішіне майда шүйде заттар салынады. Әрине менің очкиім, мен очки тағам. Енді біліп жатқан шығарсыздар. Очкиім бар. Сосын бұның ішінде мен өзім фанат болып жүрген әншімнің, яғни әлемнің суреті, өзімнің салған суретім бар. Және де әр қызда бар зат бұл салфетка, влажный салфетка дейді. Жалпы айтқан кезде мен осыны өзіммен алып жүремін. Себебі әр қызда бұндай болу керек. Аяқ киімнің тазалығы, бетінің, қолының тазалығы. Содан кейін бұны да маған сыйлыққа берген. Бұның ішіне мен өзім заттарымды жасатым болған. Осындай естеліктерімді сақтап қоямын. Бұның ішінде наушник. Өзімнің наушнигім бар.
себебі енді мен музыканы жақсы көремін. Жаңа айтқандай өзімнің нем бар, әншім бар, соның музыкасын көп тыңдаймын. Менің енді сөмкемнің ішінде осындай заттар бар. Оның іші оңай емес, өте ауыр болып кетеді. Өздеріңіз көргеніңізде менің сөмкемде осындай заттар бар. Достар, сіздерді президент күнімен, 1-ші желтоқсан күнімен құттықтаймын. Біздің елімізде осы Нұрсұлтан Назарбаев Абишевич көптеп жасай берсін, және де біздің елімізді өркендете берсін деген тілегім бар. Және де біздің елде тыныштық пен әділдік, бейбітшілік орнасын. Және мен өзім емес, бүкіл топ мүшесі сіздерді президент күнімен құттықтаймыз. Достар, егер сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып, және де YouTube каналына тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және де екінші эстафетаны кім жалғастырады екенін комментария қалдырыңыздар. Ал енді сау болыңыздар, келесі көріскенше!